13 жылдан асып бара жатыр. Екі аяғым артроз коленного сустава. Сол аяғым 3-ші степень, оң аяғым уже 4-ші дәрежеге кетіп бара жатыр. Операцияға баруға ұсыныс айтып жатыр дәрігерлер, бірақ сол операцияға барғым келмеді. Менің ауруым уже асқынып кеткен ауру. Біраз жерде емделдім. Қандай фирма қалдырған жоқпын, ешқандай American Health деп пайдаланып көрдім, 1,5 жыл іштім. ТНД компаниясымен неғып жатырмын, ешқайсысынан, бірақ нәтиже болмады. Буын ауруымен ауыратындар, протрузия, остеохондроз, грыжамен ауыратындардың бәрінде көбінесе алдайды, уақытша. Сырттан келіп бірдеңкені ішіп, бір укол жасап, тағы бір ота жасау арқылы адам бостан аурудан құлантаза айығып, жұлып алатын сияқты. Ауру ол кірген тікен емес. Сондықтан операция ол ең соңғы нүкте. Мен сізге қазір нақты бір немесін берейін. Үнемі ерінбей жасағаннан кейін жаңағы қайтадан хрящтың бір қалпына келеді. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүргені, тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері, міне бізде 96 ағым 100-ге жақындап қалдық. Осы 96 ағымның ішіндегі шын пейілі, кең, ақ жүрек шынығушылар келіп, сіздермен біраз өзінің пікірімен бөлісейін, өзінің алған әсермен бөлісейін деп келді. Соның бірі Шолпан қарындасымыз. Қай жақтан келдіңіз? Мен Қызылорда облысы Байқоңыр қаласынан келіп отырмын. Мамандығым мұғалім, химия биология пәнінің мұғаліммін. Жасым 60-та, пенсияға шығуға зейнет жастан 1 жылым қалды. Жақсы. Енді 60-тан кейін нағыз өмір басталу керек. Өйткені бала-шаға жетілді, енді айтады ғой, для себя пожить, өзің үшін өмір сүріп, өмірдің қызығын көретін уақыт келді. Сол кезде адамның денсаулығы дұрыс болмаса, ол өмірдің қызығын көп көре алмайды. Солай ғой. Шолпан, сізді не мазалап келді? Менің негізгі науқасым қазір 13 жылдан асып бара жатыр. Екі аяғым, яғни артроз коленного сустава. Сол аяғым 3-ші степень, оң аяғым уже 4-ші дәрежеге кетіп бара жатыр. Соңғы жылдың көлемінде мені тек қана операцияға баруға ұсыныс айтып жатыр дәрігерлер, бірақ сол операцияға барғым келмеді. Енді біраз жерде емделдім, алдымен дәрігердің қарауында болдым. Бұдан 13 жыл бұрын менің аяғым ауыру басталғанда, қазіргідей мүмкіндік жоқтығын ешқандай частный клиникаларда ештеңелерді мен естіген жоқпын. Ауруымның көптеген кеселдерін Инстаграмнан көріп тамашалай алған жоқпын, ондай не болған жоқ. Алғашқы кезде шамалы жіберіңкіреп алдым. Енді қазіргі таңда осы Инстаграмнан неше түрліні көреміз ғой, соны көріп, әрқайсысын көріп пайдаланғым келеді. Пайдаланып та келатырмын, тоқтап келе жатқан жоқпын, бірақ нәтиже болмады. Сосын осы былтыр күзге дейін, осы соңғы 3 жылда Қытай клиникасы, Қытайдан кейін қазақтардың клиникасы бар, соларға барып ем алып жүрген, уақытша шамалы да ем болады. Содан кейін күз айында мекен осы. Нақты не жасайды, айтыңызшы? Ол жақта алтын ине, массаж бар, массаждан шамалы жақсы болады. Тізеге әртүрлі инъекция уколдар салады, система қабылдаймыз. Жоқ, жаман деп айта алмаймын, бірақтан да мен өзім... Уақытша, Шолпан. Одан көрдіңіз ғой да, укол, система, уақытша, және оны тесуге де болмайды. Мұнан ішіне дипроспан салады, оны тесіп, ол бүлдірдің деген сөз. Иә, өмірді сомен келатыр мен бірақтан да. Бірақтан да енді мен өзім түйсігімде қазіргі таңда менің ауруым уже асқынып кеткен ауру. Оны ештеңе жұлып ала алмайды, бірақ әйтеуір бетін бері қаратып беретін, бір 180 градусқа бұрмаса 90 градусқа бұрып беретін маған бір тірлік керек болды. Сонымен мен сізді Инстаграмнан алғаш рет көрдім де, мынау не, қандай некен деп, жан-тән деп бір айқайлап шыққан бір лозунгымен көрдім де, некен деп қарап қызығып мен соны аша бастадым. Сол қыстан бері өзім ойладым, биыл отпускіге шықса, мен обязательно баруым керек деген ой туындады. Сөйтіп қай күні апрель айында біраз адамдардан сұрастырдым, барған адамдар да бар екен. Я өзіңе байланысты барам десең, егерде сила воли дейді ғой, ерік жігерің болатын болса, баруға болады деді. Сосын мен неге баруға, бармасқа? Көруім керек, өйткені мен ешқандай фирма қалдырған жоқпын, ешқандай American Health деп пайдаланып көрдім, 1,5 жыл іштім. ТНД компаниясымен неғып жатырмын, ешқайсысынан действительно жұлып алған жоқ ешқайсы. Сосын ойладым, не болса да осыны көрейін деп келген жайым бар.
апрель айында, марттың аяғы ма екен, случайно бір инстаграмнан тағы шығып қалды, соны көріп отырдым да, подробнее басып көрейінші, не айтады екен, жақын қалды ғой, май июнь өтсе отпускке шығамын ғой деген менде ой туындады. Сөйтіп басып еді, маған Рауан деген жігіт сразу жекеме шықты. Сөйтіп мені чатқа қосты. Мен күнде сіздің таңертеңгі прогулкаде айтқан ой толғауларыңыздың бәрін тыңдап келдім сол апрель айынан бастап. Сол июнь айында отпускке шыққанмен анамна жұмыстар бері қарай келуге мүмкіндік бермеді. Сол кеше бір апта бұрын қыздарымыз сияқты үйлері бар, солардың үйлеріне келіп жатып, күтіп, өзім дайындап келдім. Мен айтайын, осылай әсіресе осы буын ауруымен ауыратындар, протрузия, остеохондроз, грыжамен ауыратындардың бәрінде көбінесе алдайды уақытша бірдеңке жасайды, соны әбден миға кірген, сырттан келіп бірдеңкені ішіп, бір укол жасап, тағы бір ота жасау арқылы адам бостан аурудан құлантаза айығып жұлып алатын сияқты. Ауру ол кірген тікен емес. Соқтан Абай атамыз айтады ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен қайратың екі жақтап. Тем более Шолпан, сіз биолог, био деген өмір ғой, лого деген білім енді да. Сіз енді тірі нәрсенің өздігінен бір ретін бүгін көп айттым ғой сол жайлы, тепе-теңдік сақтау, гомеостаз, табиғатта экожүйе қандай, адамның ағзасы тура сондай. Егер ана кісілер дұрыс айтқан сізге, ерік жігерің бар болса, бар. Оң кейін шынымен аурудан құтылу үшін адамның ерік жігерін шынықтыру керек, зиян тамақтан бас тарту керек, көбірек қимылдау керек, соның кейін уақытылы ұйықтау керек. Солай ма? Соның кейін стресстен аман болсаңыз, болды. Қайтадан мына синевальный жидкость дейді, оны сіз әбден зерттеген шығарсыз да. Сол ақырын қалпына келеді, бірақ ол бір дегенде бола қоймайды. Байқадым оны. Келсесі ғой? Айтып отырмын, өзі астыңға менікі. Сіздің барлық лекцияларыңыз менің кәдімгі жаныма жақын. Өйткені мен сол сабақтарды өзімде оқушыларға дәріс беріп келатқан. Кеше гомеостаз туралы 3 негізі жіберген екенсіз, мен оқыдым. Содан Нұргүл қызыңыз маған бүгін сіз барыңыз деп осындай. Сіз обязательно баруымыз керек осы жерге деп айтқан. Мен аяғым ауырады, анау неге келе алмайын деп едім ғой. Бар деп жіберіп отыр, сонымен келіп отырмын гомеостаз туралы. Соны мен жазғанын келісесіз ба? Келісем, бәріне келісем. Тепе-теңдік, гомеостаз деген табиғатта артық ештеңке жоқ, кем ештеңке жоқ. Солай ғой? Дұрыс. Мен де оқушыларға айтамын ғой, қыс айында мысалы 40 градус салқында сен шығасың, температураң 36-6. Жаз айында 46 градустықта температураң адамның 36-6. Тоқталып, біз гомеостазды осылай түсіндіреміз. Енді әрі қарай глубоко барып ауруларды айтпаймыз ғой, тақтанда. Сол неме мен өзім сізді жақсы түсіндім. Рахмет ол үшін сізге. Енді мен сізге мынандай сеніммен кеткеніңізді қалаймын. Мынандай ауруды егер жаратса, оның емінде жаратылған. Тек қана адамның ерік жігері. Ол үшін адамда 100% сенім болу керек. Ол үшін мен сізге айттым ғой, мұрат, не үшін Шолпан 100 жас өмір сүру керек? Мен біреуге керекпін, бұл өмірді бірдеңке жасау керекпін, да? Жаным ауырмау керек. Құндылық, денсаулық. Мен бұл өмірге ауру болып, жаным қиналу үшін келгем жоқ. Солай ғой? Соны миға әбден кіргізіп алғаннан кейін, сіздің алдыңызда жаңа бір әйел адам сұхбат берді, сол айтады, мен 2 ай комада жаттым дейді. Ана памперсім артыма жабысып қапты дейді да, 2 айдан шыққаннан кейін қолым, тырнағым өсіп кеткен, сонда ұлымды көрдім дейді да, жылап тұрған. Сонда айтым дейді, мына ұлымның көз жасын мен ағызбайым, мен қайткенде аяғынан тұрам деп. Соның кейін врачтар адам болмайды деген адам сол шауып кеткен. Қазір осында келіп сұхбат беріп отыр. 2 ай бойы почти комада жаттым. Реанимацияда жатқанда денемнің бәрі көз, тырнағым аюдай, памперс денеме жабысып қалған. Қарамаған медицина. Представляете, медицина реанимация сондай состояние жеткізді, палатаға ауыстырды. Потому что ауыстырмаса уже жерде қарамайды, өліп қалады. Оянып кеттім, қарасам, ұлым жанында түрегеп ұйықтап тұр. Содан кейін шыны керек, мына миды жұмыс қосылып, мен мына балам үшін өмір сүрем. Осындай келіп, одан сайын рухым көбейіп кетті. Сондықтан Шолпан, мына аяқты толық қалпына келтірем. 90 жаста да, 80 жаста да, 90-да, 100 жасында немере шөберелерімнің тойында солаймен бірге жүрем деген адамға миссия, мұратты қою керек. Және соған сену керек. Сеніп отырмын. Сенесіз. Өйткені табиғатта тепе-теңдік қалпына келетін болса, бәрін өзі қалпына келтіріп алады ағза. Кішкене ғана сіз осы орныңыздан қозғалып кеткеннен кейін, мысалы, артық салмақты кішкене тастап, соң кейін ана жаттығуды, тізенің жаттығуын жасап, мен сізге айттым ғой, мен 40 жасында маған инвалидность қойған. Ана мынаға салатын гипераспанды маған 40 жасында салған.
сонда инвалидный арбаны сүйретіп әкелгенде мен айтқам отырмаймын мен 40 жаста ол кезде спортпен айналысамын, волейбол ойнаймын, баскетбол ойнаймын. Сонда бір аппақ шашты бір дәрігер профессор айтты: ты че, отыр, куда ты денешься? Мен айтым, я же не инвалид дедім. А кто ты такой? Ты инвалид уже, сен у тебя синевальной жидкости нету, все тебе. Содан кейін амалсыз отырдым, маған палаткаға итеріп алып келді, жатқызды. Сол кезде менде қорқыныш, мә саған 40 жаста инвалидсің. Содан кейін артынан өзім ізденіп жаттығулар жасап мынаны қалыпқа келтіріп алдым. Даже марафон жүгірдім алдыңғы жыл. Сондықтан кәртейіп отырған жоқсыз, тақтан түсіп отырған жоқсыз, солай ма? Сондықтан операция ол ең соңғы нүкте. Крайний дейді ғой, ең соңғы нүкте. Өзім де ойлаймын солай. Оған асықпаңыз. Ана аяқты қимылдата берсеңіз, қарапайым жаңағы жаттығулар жасап, массаж жасап, содан кейін порталға мен сабақтарды салып қоямын. Дұрыс тамақтанып, көңіл күйіңіз дұрыс болып, ақырын-ақырын қимылдатқаннан кейін синавальный қалпына келеді. Бір 7-8 ай керек. Үнемі ерінбей жасағаннан кейін жаңағы қайтадан хрящтың бір қалпына келеді. Семіп қалған нәрсе қалпына келуге тиіс. Келісесіз ба? Келісемін. Ризасыз ғой келгеніңізге? Ризамын. Негізгі енді өзіңіз ұстазсыз да, әлі жұмыс істеп жүрсіз. Енді мені түсінесіз. Түсіндім. Ұстаздар мені түсінеді. Өйткені адамдар кейбірі жалығады, айтады: "Ей, немене біз мұнда лекция оқуға келдік па, неге қимылдамаймыз" деп. Мында керек қой, білім керек қой. Ол духовный емделу лекция дегеніңіз. Осы Ақылбек Нұрсулланың сабағы өте керемет. Жаныңызды, тәніңізді, миыңызды емдейді ғой. Миды емдегенде мысалы үшін біреуге ренішіңіз бар, біреуге қызғанышыңыз бар, болмаса өткен күнге өкінішіңіз бар. Бәрін жоясыз 6 күн ішінде. Мысалы мен осы 3 күн болды, 4-ші күн ғой енді бүгін. 3 күннен бері осы сабақтарды өтіп, мұз айдынға түсіп, смузи ішіп, 23 түрлі дәрі шөп шайын ішіп, енді рахаттанғанда мына ішіміздегі барлық мұсыр төгілді ғой, енді айтамын. Ойымызда ескі сананың бәрін шығап, жаңа сана жинап. Ұмытасыз өткенді. Өзімді ойландым да, бұны не мына жерде жасалған екен. Ал енді сол стрессті тыныс алу жаттығуынша сыртқа шығарасыз ғой, енді керемет енді айтылмаймын. Санаңызды, миыңызды, тәніңізді осы жаңарып шығасыз, жаңа туған баладай болып шығасыз. Мен кімде болса да мысалы үшін жанмен тану орталығына қалай бардыңыз десе, мен мақтанышпен айта аламын да, жанмен тән сауықтыру орталығында өзіңнің жаныңды, тәніңді емдеп шығасың. Аурудан 100% айығып шығасың деп айта аламын. Сізге қай жері ұнады жалпы біздің осы? Қарныңыз ашқан жоқ па? Мен именно қарны ашу жөнінше айтсам ба айтпасам ба деп бағана ойланып отырмын. Мен алдындағы күндері смузи берген жоқ, ағана сүт іштік қой. Мен негізі шұбат та, қымыз да вообще ішпейтін адаммын. Өзім қалай болар екен деп келгенмін. Бірақ енді бергеннен кейін ішу керек деді, іше бердік. Әйтеуір есін ескеп қоймаса, жүрген бе деп көзім жұмып алып ішіп жүрдім. Екінші күн, үшінші күн деген смузи берген кезде смузи маған артық болды даже. Мен кәдімгі бір табақ етті, бір өзім жеп алғандай. Асқазаным изжогып, аузыма қышқыл дәм келіп, ана смузи тастағым келіп, сондай. Әлі күнге дейін сондай. Қалай смузи ішем, сүт ішем нормально. А смузи артық қою ма? Қарны ашпайды. Қарны ашқаныңыз не, мен даже айтып отқан жоқпын ба? Бір табақ ет жегенде. Артық тамақ жеп қойғандай. Сондай үйде сондай бір кейде тойып кетесің да, жаның қиналып кетеді, сондай жағдайда жүрмін осы күні. Мен ешқандай тамақты ойлағаным да жоқ та. Таңғалатын нәрсе де? Таңғалатын нәрсе действительно. Әйтпесе бір күн кешкі тамақ ішпей қалсаң, көп жағдайда тура. Мен енді бір аптасына бір рет регулярно бір сутка аштық жариялап жүремін өзіме. Тамақты мен өзім толық болған соң ба, өзім денемде жеткілікті, қорегім жеткілікті деп ойлаймын. Аю сияқтымын, қыстық ұйқы спячка кеткен. Сондай деп өзім сезінемін да, мен ондайды спокойно неғып жүре беремін. Бірақ менің тамақ жемесім, өзіңіз айттыңыз, ауамен толатындар бар. Сол категориядағы адаммен өзім. Склонность бар. Иә, склонность қатты бар. Мен бір қонаққа барып келсем, олар айтады, мен 3 килограмм салмақ қосып келемін. Әшейін отырып ана жерден қара суды іше берсем де. Метаболизм кішкене нашар, өте нашар. Өте нашар, оны мен мойындаймын. Метаболизм мен тек қана таблеткалармен, шөппен, зерде шайлармен, сонымен ғана келтіріп отырамын. Енді адамға біреудің көзі көк, біреудің көзі қара деген сияқты, ол табиғатпен берілді, текпен, генмен берілді, ДНК-мен. Оған ештеңе істей алмайсыз, өмір бойы күресу керек. Істей алмаймын, күреске атқандағы пошым ғой, просто менде қазір аяқ жүрмегеннен кейін уже менің шагым ограничен. Жұмысқа машинаммен апарып тастайды, алып қайтады. Солай куртта кабинетте де мен солай жасап алғам, балдар өздері келеді, мен биология кабинетінде отырамын, беретін сабағымда отырып беремін.
бастықтарға да айтамын, шыдаңыздар, енді кетемін ғой, не істеймін осыған, орнымнан тұра алмасам, тақтаға барып бірдеңе жаза алмасам, тіптен кетіп баратырмын. Биыл дәл сондай жағдай. Мен сізге қазір нақты бір немесін берейін, амалын да. Міне артық салмақтан құтыла алмай жүрген адамдарға нақты бір самалын берейін. Және оны ғылыми түрмен түсініп берейін. Сізге былай істеу керек. Енді басында қиналасыз, біз жарты сағат тоқтамай бір қимылда, шамаңыз келгенше, кішкене терлегенше жүресіз да. Бірақ терленіңкіреп, кішкене терлеп. Оның кейін бар ғой, жарты сағаттан кейін жүргеннен кейін сағатты қойып алып, үйге келіп жарты сағат демаласыз. Содан кейін кішкене демалып алғаннан кейін суықты иыққамау үшін футболканы ауыстырып, тағы жарты сағат жүресіз. Сол кезде не болады енді, ғылыми түрде түсіндірейін. Адамның майы бауырында, депо дейді. Сіз жарты сағат жүрген кезде қандағы май, білесіз ғой, жиры, белки, углеводы да, қандағы май жир немене кетеді. Алдымен углевод кетеді, содан кейін жиры, қандағы май кетеді. Содан кейін сіз жарты сағат отырған кезде, ана бауырдағы май бар ғой, сол қанға барады. Жарты сағат отырған кезде. Содан кейін сіз қайтадан жүрген кезде қандағы май тағы кетеді да, а бауыр депо ғой, оған май керек, сол висцеральный жир дейді. Ішкі майды алып алады. Сіңіріп алады. Ішкі майды жібереді. Сол кезде сіз бір 300-400 грамм салмақты майды жағасыз. Майды жаққан кезде ол термен шықпайды, май ауамен шығады. Через дыхание, ауамен. Егер көп жүрген кезде ауаға бүйтіп үрдей берсеңіз, ана шыны бүйтіп майланып кетеді да, май ауамен шығады артық салмақ. Сондықтан мы выдыхаем, орысша айтқан кезде. Сондықтан тағы да қайталап айтайын, жарты сағат жүрген кезде қаныңызда май бар ғой, қалайсыз. Соның бай ауамен шығып кетті. Жарты сағат отырдыңыз, бауырдағы май қанға барды, ал қарындағы май бауырға барады. Жарты сағат демалып алғаннан кейін тағы жүріп келесіз. Сол кезде тағы да қандағы май кетеді да, іштегі май ақырын сөйтіп кетеді. Ал көбі 2 сағат, 3 сағат жүруге тырысады, терлеп, қалың қабат киімге тырысады, ол майды жақпайды. Міне ғылыми түрде осыны үнемі жасайтын болсаңыз, сіз салмақтан тезірек арыласыз. Содан кейін үнемі интервальный дейді. Жарты сағат жүру, жарты сағат отыру, жарты сағат қайтадан жүру. Сол кезде мен өзім бір кездері бір 15 килограммдай салмақ сөйтіп тастадым. Сізге айтатын менің ақыл кеңесім осы. Содан кейін ары қарай адам өзін тастамау керек. Мен анда 120 жастағы суретін іліп қойдым ғой. Сізге 120 болмаса да 100 жасты суретін іліп қойыңыз. 100 жаста Шолпан осындай болып жүреді. Немерелерінің тойында, шөберелерінің тойында жүреді деп. Жақсы ма? Аха, соқтар әлі ана тізеге ешқандай уайымдамаңыз. Тірі нәрсе қалпына келеді. Био деген өмір ғой, тірі нәрсе қалпына келеді. Қашан тепе-теңдік гомеостаз қайтадан келген кезде. Болды. Мына гүл көп суғармасаң, бір апта кетіп қалсаң кеуіп қалады, сол сияқты анау кеуіп қалған, соған синабелін жеткізіп келу керек. Екінші бір кеңес айтайын. Сізге жүрелеп, мынандай намаз оқығанда малдас отырады ғой. Сол сияқты артқа мына жапондарда кішкентай орындық болады. Астына қойып отыратын. Жапондарды қарасаңыз, мынандай 3 бұрышты орындық болады. Полотенцияны жинап қойып. Сол полотенцияны болмаса, мен өзім биттім. Кішкентай орындық болады ғой. Болмаса тазик. Жоқ, жоғарырақ. Сіз кішкене жоғарырақ отырасыз. Мынау қатты қысылмайтындай. Неғұрлым жоғары. Сонда тізеге кішкене болсын қысылады. Диффузия, білесіз ғой? Тамаш еткенше. Иә, диффузия. Мынау қысылады, қысылған кезде бір тамшыдан, 2 тамшыдан араға синабелін келеді. Содан кейін мен бүйтетін, мынандай тазик аламын. Соның ішіне 6-7 кітап қоямын. Отырам. Компьютермен сөйтіп отырам. Содан кейін 1-2 аптадан кейін бір кітапты алып тастаймын. Кішкене төмендейді. Содан бір айдан кейін тағы бір кітап. Осылай 8 ай бойы осылай тізерлеп отыру арқылы мына тізені қалыпқа келтіріп алды. Ал егер сіз бүйтіп отырам десеңіз, отыра алмайсыз. Өйткені тізеңіз қатты жаныңыз көзіңізге кіріп кетеді. Сондықтан артрит, артроздың бірден бір емі. Менің ютубта сабағым бар, сізге көрсетіп қоямын. Бағандай бір тазик аласыз, болмаса бір орындық аласыз, үстіне кітап қоясыз. Соң жұмсақ бірдеңкені қоясыз, отырасыз. Соң бір кітапты алып тастайсыз, 2 кітапты алып тастайсыз, 3 кітапты алып тастайсыз, соң әбден жүрелеп отыратын деңгейге жеткенше тізені өстіп, сол кезде диффузия дейді. Мынау сығылған кезде, мына жақта бұлшық ет арқылы мына буынның арасына тамшылап қайтадан сұйықтық келеді. Ол сұйықтық және шеміршекті қайтадан тірілтеді. Болды. Рахмет. Сенім орнады ма? Рахмет. Жоқ, шындығында да мен бүгін айттым ғой, негізгі адамның неменесі 100% сенім болу керек та. Табиғат гомеостаз, ешқандай артық нәрсе жоқ, кем нәрсе жоқ. Егер сен сол тепе-теңдікті қалыптастырып алсаң, сол кезде
адам өзін өзі емдеп шығады ағзасы. Ол үшін ең алдымен адамға сенім керек. Да? Құндылық керек денсаулық деген. Ұстаным, жаңағы қимылсыз ештеңе болмайды. Ризасыз ба келгеніңізге? Ризамын. Нық сеніммен кетіп бара жатсыз ба? Сеніммен. Психотерапия көмектесті ме? Көмектесті. Ашығу көмектесті. Енді осыны шамаңыз келгенше деп ойлаймын. Жолда бір сүт алып алыңыз, кішкене бір шөп шалам, тіпті болмаса кішкене бір помидор неменемен шыдайсыз. Алматыға барамын ғой. Алматы. Тағы да бір 2 апта болады. 7 күн жалғастырыңыз. 3 жерде жалғастырамын. 7 күн жалғастырыңыз. Смузи, үйде соковыжималка бар ғой, мүмкіндік бар. Міне, Шолпан қарындасымызға ұзақ өмір тілеп, ұстаз балаларға әлі өз білім беруін жалғастырсын, өмір жасы ұзақ болсын, және балашағын қызығын көр дейтін нәрсе, ол өзіңнің денің сау болған. Денің сау болмаса балашағын қызығын көре алмайсың. Сізге сол балашақ қызығын көріп, ұзақ өмір сүруіңе тілектеспін. Рахмет. Міне, биолог түсінеді, мен нейробиолог, сіз өзіңіз, мен мидың қалай, сіз анау жалпы табиғаттың жаратылысын қалай жұмыс істегенін білесіз. Жақсы күндерде кездескенше сау саламат болыңыздар, лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Рахмет көп. Жақсы.